но тыңдай отыра ойладым, неге мен келген кезде уже 30 жыл болыпты бұл компанияны істеп жатқаны, 30 жыл, қазір 47 жыл бүгінгі таңда. Сонша жылдан бері компания келе жатыр. Маркетинг бойынша айтылып тұр, денсаулық керек па, саяхат керек па, табыс керек па, бәрі бар. Адам баласына не керек, бәрі бар. Содан кейін нақты шешім қабылдап, шоры киіп алып, деп осыны жасадық. Маркетинг бойынша жаңа Айгүл бәрін айтып кетті. Соның бәрінен өттік, түк те қиын жоқ, тек қана жақсы, қалай айтсам, өздеріңізге сеніп, спонсорға сеніп, компанияға сеніп, тұрақты шешім қабылдасаңыз бәрі бар. Бірақ бұл 21-ші ғасырдың мамандығы жаңадан оны игеру үшін білім керек. Осындай залдан қалмаңыздар. Міне оны 12-сі Анталияда біздің жоғарғы жетекшіміз Атил Гидапхауи үлкен жаңағы международный масштабтағы 10-12 мемлекет қатысады, семинар жүргізеді. Білім алуға барамыз біз, білім алуға. Сондықтан мен сондай семинар көргеннен кейін ғана 17 жылдан бері осы компанияда. Ешқандай да жылы тетпеймін. Наоборот, қуанамын. Өйткені қарап отырсаңыздар, міне екінші поколение. Ойлаңыздаршы, мамасы мен папасы жұмыс жасап жатыр. Өзінің мамасы мен папасы осы бизнесте, сіңілдерімен, балаларымен, келіндерімен, жаңа кімдерде шықты мына Әсел Самат, бәріміз семейный жүрміз. Ал егер бұл бизнес жұмыс жасамаса, біз семьямызды шақырамыз ба? Менде баламды, например, баламның бәрі, келіндерінің бәрі осы жерде тіркелген, уже саяхатқа шығарып жатырмын, даже немерелерімді алып шығып жатырмын.